Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауы сыр әйелдерінде бей-жай қалдырмады. Жолдауды талқылау мақсатында облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы аналар кеңесі жолдау әйелдерді жігерлендірді атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелге облыстық қалалық мәслихат депутаттары, облыстық этно-мәдени бірлестіктерінің басшылары, білім, денсаулық, кәсіпкерлік салаларының өкілдері қатысты. Облыстық қоғамдық даму басқармасының қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Бақытжан Камалов сөз бастап, қолдауға қатысты өз пікірін білдірді. Көпшіліктің көкейінде жүрген маңызды мәселелерді шешу жолдарын ұсынды. Сонымен қатар бір қатар мәслихат депутаттары да ойларын ортаға салды. Олар еркін, ашық, демократиялық қоғам орнатуда әрбір қазақстандық белсенділік таныту керектігін алға тартты. Біздің тәуелсіз еліміздің саяси, әлеуметтік, экономиялық өркендеуіне байланысты талай өткір, сонда маңызды ұсыныстар айтылды. Үлкен мақсаттар ел алдында қойылып тұр. Бірақ біздер, әйел аналар, сол жолдаудың ішіндегі ана, бала, отбасына байланысты біраз жақсы қадамдарды жылы қабылдап, сол қадамдарды іске қалай асырамыз, біз өз үлесімізді қалай қосамыз деген төңірегінде бүгін бас қосып әңгіме қозғаймыз. Ол әлгі жолдаудағы айтылған үлкен маңызды мәселелерді қайта айту емес, сол қойылған мәселелерді іске қалай асырамыз, біз өз үлесімізді қалай қосамыз. Біз ана болғандықтан біз ұрпақтың болашағына жауап береміз, тәрбиесіне жауап береміз.